Сәлем достар, бүгін құймақ жасаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқа, 3 қасық қант, екеуін венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Достар, бұл жерде ешқандай да весыйдың ештеңенің қажеті жоқ, жай ғана көз мөлшерімен жасаймыз. Міне жұмыртқа мен қантты бірінші араластырып алдым венчиктің көмегімен, және де көз мөлшерімен сүт құям. Сүтті мен где-то 1 литрдай құйдым. Және де 300 граммдай ұн салып, венчиктің көмегімен ешқандай түйіршігі қалмай араластырып алдым да соды мен тұзды септім. Және де көз мөлшерде сұйық май құйдым. Тағы да бір араластырып алдым. Менің тестім дайын. Достар, егер де сіздерде весый болмаса, жай ғана ұн мен сүттің көлемін былай жасауға болады. Қандай кесемен ұн салдыңыз, сондай кесемен 2 кесе сүт құясыз блинныйға. Сонда сізде керемет блинный пайда болады. Яғни тестісі, консистенциясы блинныйдың өте жақсы болады. Достар, тағы бір айтып кететін жайт, менде мына жерде қолданған сүтім ол сиырдың көк суы, яғни тартылған өңделген сүт. Көріп тұрғаныңыздай өте жұқа керемет құймақтар бізде пайда болады. Арасына осылай майлап май жағып қоям. Өте жұқа, өте тәтті біздерде блиннайлар шықты. Егер рецепт ұнаса, маған лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Сұрақтар болса төменде жазып кетулеріңізге болады. Рахмет, сау болыңыздар.